Жер бетіндегі әрбір мұсылманның жүрек түкпірінде Мекке қаласына деген ыстық сезім, қажылыққа барсам деген арманы бар екені шындық. Біздің ата-бабаларымыз Мекке қаласына ерекше құрмет көрсеткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде Аллах Тағала аспандар мен жерлерді жаратқан кезде бұл қаланы құрметті етіп қойған және ол қалада қияметке дейін Алланың қалауымен құрметті болып тұрады деген екен. Мекке мұсылмандардың қасиетті шаһары, исламның орталығы. Мекке Мукаррама Мұхаммед пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам кіндік қаны тамған жер. Осы қасиетті мекеннен ислам дінінің ақиқат жолы бастау алады. Мекке Қызыл теңіз жағалауындағы Жидда қаласынан 75 шақырым жерде таулы аймақта орналасқан. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзі туып өскен, Аллах Тағаланың ақиқат дінін насихаттаған қала. Меккеге ислам дінін ұстамайтын адамдарға кіруге тыйым салынған. Әл-Кағба, Ибрахим мақамы, Зәмзәм құдығы бар. Бұл қасиетті мешітте Мәшжидул Харам деп атаған. Мәшжидул Харам мұсылмандардың басты мешіті. Мәшжидул Харам Мекке қаласында ортасында орналасқан. Қазіргі уақытта мешіттің көлемі 309 мың шаршы метр. Мешіттің 9 мұнарасы бар, биіктігі 95 метр. Мешіттің 4 үлкен қақпасы және 44 кіретін есіктері бар. Меккеде қасиетті Қағба орналасқан. Әлемнің әр түкпіріндегі мұсылман қауымының қажылық жасайтын жері, әр әлемдегі ең ежелгі қалалардың бірі саналады. Мекке түрлі атауларды еншіленген. Олар Бәкка, Уммул Құра, Баладул Амин және Мекке деп аталады. Жыл сайын қажылық жасауға осында 4 миллиондай адам қатысады. Ибрахим алейхиссалам пайғамбардың жұбайы Хажр су іздеген кезде Аллах оған Зәмзәм суының көзін ашады. Қасиетті Құранның Али-Имран сүресінің 96 аятында Мекке қаласы туралы ақиқатында адамдарға ең алғаш салынған Меккедегі үй, ол әлемдер үшін құт береке әрі тура жол делінген. Бұл аяттан Меккенің әлемдер үшін айрықша мекен екендігі айғақталады. Барша мұсылманның арманына айналған Мекке қаласының біз біле бермейтін қасиеттеріне тоқталсақ, Меккеде ислам дінін басқа ешбір дін іргесін салмаған. Меккенің жануарына, құсына қиянат жасауға, тіпті ағаш бұтағын да сындыруға болмайды. Бұл аймақтағы бір намаз басқа жақтағы 100 мың намазға тең келеді екен. Мекке қаласындағы ең негізгі міндеті қажылыққа келушілерді қабылдау. Бұл қажылық орындалатын жер бетіндегі жалғыз мекен. Меккеге Алла шақырған адам ғана кіреді. Әрі мұнда келген адам Алланың қонағы болады. Мекке исламның бұлағы, пайғамбарлардың тұрағы, құбыласының шырағы. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келген жер. Меккеде жасалған құлшылықтар үшін сауаптар еселенеді. Бұл жерде оқылған бір намаз 100 мың намазбен пара-пар. Жердің басқа бір бұрышында тұратын адамдар Қағбаға қарап намаз оқыса, Мекке тұрғындары жан-жағынан айналып келіп құлшылық жасай алады. Осыншалықты құрметті қалаға қонақ болған адам да құрметті болмақ. Аллах Тағала сіз бен бізге осыншалықты қасиетті Мекке қаласына қажылыққа барып құлшылық етуді, қадірлі қонақ болуды нәсіп еткей.